Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода өте әдемі дастарханның сәнін келтіретін, аузыңызға салсаңыз еріп кететін, дәмі деген тіл үйіретін тюльпан самсасының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ендеше кеттік, тюльпан самсамызды бастаймыз. Ең алдымен тестамызға қажетті заттарымызды түгендеп аламыз. Бізге қажетті заттар: 500 грамм ұн, 250 грамм сары май, шым-шым тұз, 100 грамм қаймақ және де 2 дана жұмыртқа қажет. Ең алдымен ыдысымызға електен өткізілген 500 грамм ұнымызды саламыз. Үстіне шым-шым тұзымызды салып, сары майымызды ұнымызға аунатып, теркадан өткізіп аламыз. Сары майымыз міндетті түрде холодильникте болуы қажет. Теркадан өткізіп болдық. Енді ұн мен сары майымызды жақсылап араластырамыз. Мекі араластырып болдық. Енді осының үстіне 100 грамм қаймағымыз және де 2 дана жұмыртқамызды салып, қамыр илейміз. Егер сіздер слоеный тесто жасағыларыңыз келсе, қамырларыңызды үлкенетіп жайып, ортасына ерітілген сары майыңызды жағып, орап, бөліктерге бөліп, самса түйіп жасай бересіздер. Мінекей тестамыз дайын. Енді осыны салафанға салып, холодильникке шамамен 30 минут 1 сағаттай қойып қоямыз. Начинкасын дайындаймыз. Фарш, пияз, тұз және де қара бұрыш қажет. Менде мұнда 500 грамм фарш және де оған 500 грамм пиязымызды ұсақтап турап саламыз. Мінекей пиязымызды турап болдық. Үстіне дәміне қарай бұрыш және де тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болдық. Енді келесі, мінекей біздің тестамыз дайын, холодильниктен алдық. Енді осыны бөліктерге бөліп аламыз. Бөліктерге бөлген тестамызды осылай дөңгелек формада келтіріп аламыз. Дөңгелек пішінге келтіріп алдық. Енді шетінен жайып түйетін боламыз. Ортасын қатты баспаңыздар, шетін жұқа етіп жайсаңыздар, ортасы қалыңдау етіп қалуы қажет. Жайып алған қамырымызды дәл осылай жарты бөлігін кесеміз және де өзіңіздің дайындаған салмамызды саламыз. Асқабақпен де, тартылған етпен де жасасаңыздар болады. Өз қалауларыңыз. Мен мұнда бірінші асқабақ, яғни орысша айтқанда тыква, асқабақпен түйу жолын көрсетіп жатырмын. Дәл осылай салмамызды салып, видеода көрсетілгендей етіп, шетінен орай бастаймыз.
дәл осылай айналдырып орап аламыз. Және де орап болғаннан соң ең соңғы бөлігін астына қарай кіргізіп жібереміз. Астын жақсылап бекітетін боламыз, салмаларыңыз түсіп қалмасын. Дәл осылай орап шығамыз. Мінекей біздің тюльпан самсамыз дайын болып шықты. Өте әдемі болып шықты. Тағы да бір рет жасалу жолын көрсетіп жіберейін. Алдымен қамырымызды жайып аламыз. Орташа қалыңдықта жайылған қамырымызды жарты бөлігін осылай кесіп аламыз. Және де кесілген жеріне салмамызды саламыз. Салмамызды салып, қамырымызды бір шетінен бастап орай бастаймыз. Орап болғаннан соң қамырымызды жақсылап астыңғы бөлігін бекітетін боламыз, салмаларымыз түсіп қалмас үшін. Мінекей тюльпан самсамыз дайын болды. Мұнда фаршпен жасалған түрін көрсететін боламын. Дәл асқабақ секілді тартылған етімізді салып, асқабақ секілді етіп пішін келтіріп аламыз. Тартылған етімізді салып, дөңгелетіп ораймыздағын астын жақсылап бекітеміз. Мінекей біздің самсамыз дайын болды, тюльпан самсамыз. Барлық самсаларымызды дәл осылай түйіп шығамыз. Мінекей барлық тюльпан самсаларымызды түйіп алдық. Қаласаңыздар үш бұрышты етіп түйсеңіздер де болады. Бетіне жұмыртқамызды жағып, күнжітімізді сеуіп шығамыз. Қара болсын, ақ өз қалауыңыз бойынша. Біздің тюльпан самсамыз дайын болды. Өте әдемі, дәмді, тіл үйіретін самса болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Алдағы уақытта тағы да видео рецепттермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видео рецептте жолыққанша сау болыңыздар.